Армысыздар, құрметті ағайындар. Бүгінгі тақырыбымыз Шыңғысхан және Найман елі деген тақырып болады. Міне Шыңғысхан журналының келесі санына белгілі ақын жазушы, өлкетанушы, шежіре танушы Шекербану Рахметолдақызының Шыңғысхан және Найман елі атты мақаласы жарық көрді. Бұл енді Шыңғысхан журналы төрелердің қолына тигеннен бері осы журналда Шекербану апай екеміздің мақалаларымыз үзбей жарияланып келе жатыр. Келесі журналдың келесі санына да менің бір мақалам алынатын болады. Яғни мына Израиль ұлдары еврейлерге қатысты. Жалпы еврейлер жөнінде біз лекциямызда болған, бірақ оны біз бұғаттап тастадық. Өйткені біраз өзгерістер болды, сондықтан біз ыңғайы келгенде ол жөнінде тағы да айтатын боламыз. Яғни Израиль ұлдары жөнінде және де одан жоғалған 10 атасы жөнінде. Оны күллі әлем ғалымдары біледі. 12 ата Израильдің 10 атасы жоғалып кеткен. Матвей Парижский деген кезінде Европада сол жоғалып кеткен 10 атаның Шыңғысхан моңғолдары дегені бар еді. Оны Гуглда Матвей Парижский деп оқуларыңызға болады. Міне Шекербану апай былай деп жазады. Жалпы Мәскеуге жалтақтаудың кесірінен Қазақстан деген бір мемлекетті әлемді дүр сілкіндірген ұлы көшпенді туралы ауқымды зерттеу жүргізілмеген. Оның шыққан тегінің тоқ етерін айтқан лайықты кітап та жазылған жоқ. Шыңғысханның Найман хандарымен билікке таласқаны анық. Ол хан ұрпағы болмаса билікке неге таласады? Қазіргі кезде ғой белгісізден би шығып, белдеусізден үй тұрғызып жатқанымыз. Ол замандарда дала заңы бойынша хан ұрпақтары ғана таққа таласқан. Қарадан хан шықпаған. Тіпті хан әулетінің арасындағы ағайынды екі жігіт тақ таласында бірін-бірі өлімге қия бергенін тарихтан оқып біліп отырмыз. Есейген Шыңғысхан ұзақ уақыт соғыстың нәтижесінде Найман мемлекетін жоюға әрекет жасап, тіпті хан ұрпағы Күшлік ханмен 20 жыл соғысып, әлсіретіп Күшлікті қолға түсіріп, басын алуы өмірдің тарихи заңдылығы екенін дейік. Десек те Күшлік ханды жебе ұстап алғанда Қырғыздың Башалған деген жерінде басын кім алды? Ол кездегі дала заңдылығы бойынша ханның басын хан алу керек. Бұл заңдылықты Қазақтан шыққан болса, Шыңғысхан білуі керек. Не басын алған жоқ, басқа бір басты көрсете салуы да ықтимал. Не Найман елін мұқату үшін басын қараға алдыру мүмкін. Егер осылай болса, онда Шыңғысханның мемлекет құруының мақсаты да бөлек болар еді. Сондықтан Шыңғысхан туралы кітап жаза салу емес, тиянақты тексерілу керек дейді де, мақаласын ең соңында былай деп жазады. Бабамыз Күшлік ханды қарадан шыққан біреу емес, ханнан шыққан нағыз хан Шыңғысхан бабамыз Күшліктің басын алғанын естіп білгіміз келеді. Демек Шыңғысхан туралы жазылған көп кітаптың көлеңкесінде жүрмей, бір терең зерттелген кітаппен нүктесін қоятын кез келген сияқты дейді. Бұл жердегі бұл автордың баста айтып отырғаны, яғни Қазақстанда 30 жыл бойында Шыңғысхан туралы ешқандай да лайықты кітап жазылған емес. Тек қана шежіре деректерінің негізінде Шыңғысхан адай деген Мұхаммед Кәрім Қожырбайұлының жаңағы кітабы бар, Қайрат Закарияновтың жазғандары бар, бірақ олар сын көтермейді, олар көп деректерді білмеген, сол білмеген деректерді айтайық. Мына жерде бұл тек қана Шекербану апай емес, жуықта мына WhatsApp чаттарында Наймандар атты 2 томдық кітапты құрастырған Нұрғани апайымыз да қалайша ол ханның басын қарадан шыққан Шыңғысхан қайдағы жоқ бір сүбедеймен жебеге алдыртқан деген сұрақты қойған еді. Енді бұл Шыңғысхан қарадан шыққан ба, әлде Ақсүйек әулеттен шыққан ба, сол жөнінде айта кетейік деп отырмыз. Міне, ең алдымен жаңағы моңғол шапқыншылығы жөнінде Қытайлардың Цзаци дерегінде Ли Синчуан дегеннің айтқаны бар. Бұл енді Мендабилу, міне моңғол татарлар жөнінде толық сипат, толық баян. Джао Хун деген Қытай шекара қызметінің қызметкері Пекинге барып, мұқалымен кездесіп, сол кездескендегі моңғол дегендер кімдер екенін, олардың қайдан шыққанын бәрін айтқан. Яғни Монголы Чингисхана происходит от особого рода Шатой дейді. Шатой деген Шатой,
сол біз айтып отырған Ергене қоңның миллиондаған атаулардың бірі болады. Міне сонда сол кітаптың жаңағы комментарийінде Дзаци дерегінде сілтеме жасап былай деп атады. Существовало еще какое-то монгольское государство. Оно находилось к северо-востоку от Джурджени. Пританы его называли племенем Мену. Дзинцы называли его Мену, а также называли его Менгу. Это люди не варили пищи, могли видеть ночью. Они из шкур акулы делали латы, яғни сауыттары акуланың терісінен болған, 9 қабат торғауыт сауыт сияқты. С начала годов правления Чаоджи, яғни 1131-1162 жылдары, они начали мятежи деді. Енді бір жерінде былай деп айтты. Их владетель также незаконно назывался первым августейшим императором-родоначальником. Во время Дзинского ляна они причинили зло на границах дейді. Сонан кейін Хуан Дун Фа дегеннің дерегінде осы мәселе қайталанады. Существовало еще какое-то монгольское государство. Оно находилось с северо-востока от Чучени. Во время Дзинского ляна вместе с татарами причиняло зло на границах. Бұл жерде татар дегенде түрік деп түсінуіміз керек. Ертеде түрік дегенде татар деп айтатын болған. Енді мына өткенде Мұхтархан Оразбай айтқан еді. Мына Орхон жазулары болсын, қандай да бір тастауда орылып жазған жазуларды, ойылып жазған жазуларды қытайлар бетіне жаңа бояу жағып, онан кейін оған жаңағы матаны, ақ матаны жапсырып, простыняны көшіріп алады екен. Сондай міне Құлпытастан көшіріп алған деректе былай деп айтылған. Надгробные надписи потомка последнего Колидзы, текст который сохранился в Гачевейл дейді. Гао Чао Вейли деген деректе Шыңғысхан мен Наймандар туралы былай деп айтылған. Когда священный и воинственный император Тайцзу, то есть Чингисхан, возвысился в северной стороне и присоединил все племена, владетель государства на северо-западе по имени Даянхана прислал посла Джао Хунана, Джао Хунан деген сөз ғой біздің, сказать Вану, то есть Алакуштегинге, на небе нет двух солнц, на земле нет двух государей. Если ты станешь моей правой рукой, то нетрудно будет успокоить северную сторону дейді. Көрдіңіздер ме? Джао Джун У, яғни Алакуштегин, давно думал о том, что Тайцзу мудр и доблестен, и в конце концов завершит великое дело основания династии, и твердо решил присоединиться к нему дейді. Яғни бұл жерде былай деп айтып отыр. Алдыңғы деректе их владетель бұл незаконным императором родоначальником десе, мына жерде сол жаңағы өзінің Ақсүйек әулетін, өзінің жаңағы хандар әулетін Шыңғысханның құрмақшы болғанын айтқан. Біз кезіндегі мынау Наймандар атты кітабымызде осы жөнінде жазған едік. Онда жаңағы мына Алакуштегинге Шыңғысхан жаңағы уәде етеді. Егер де сен маған қосылып, менімен бірге болсаң, Оңғұттың жаңағы билеушісіне, онда ертең мен өзім хан болған кезде саған бір лауазым берем дейді. Бұл Алакуштегиннің осы жерде өмірбаяны айтылған. Бұл Алакуштегин кезінде бір Ақсүйек әулетке жұғынып кеткісіген арманы болып, бір Қытайдың генералының үйінде тұрып, оның қызын алмақшы болғанда, оны қытайлар қуып жіберген екен. Міне көрдіңіздер ме? Яғни Шыңғысханды Қытай деректері заңсыз деп тұр. Мысалы мына Қабыл Қаған, мына құпия шежіреде айтылады. Ол мына Шыңғысхан Тілеуберді Әбенайдың аударғанында мына Шыңғысхан журналының 1-ші нөмірінде айтылған. Оны интернеттен де көруге болады. Қабыл Қаған өзінің 7 ұлы тұрғанда, Қабыл Қаған Шыңғысханның 5-ші атасы, орнына Әмбәғайды басқадан қойды дейді. Ал енді Қытай деректері болса, Әмбәғай ол қияттан болған, бұл бөлжігіндерге кірме болған. Көрдіңіздер ме? Және сол Қытай зерттеулерінде айтылады, Қабыл Қаған хан болған кезде бұл заңсыз хан деп, бұған қытайлар күн көрсетпей қудалағаннан кейін ертең ұлдарымды қойсам тағы бүлік шығып кетеді деп Әмбәғайға берген. Алайда Әмбәғайдың өзін қытайлар ағаш есекке шегелеп өлтіреді. Оның қасында балықшы деген бала болады. Сол мынау адай жаңағы Жарықтық Аман Түлеевтің түп атасы жаңағы
сол балықшы келіп жаңағы өзінің адайларына келіп айтады жаңағы әмбағайдың сәлемін жеткізеді. Сондағы әмбағайдың айтып жібергені: мен қалыңдықты шығарып салам деп қолға түстім, осыдан ғибрат алыңдар. Ертең менің кегімді қайтарыңдар, садақ атқанда саусақтарың саудырап қалғанша атыңдар деп қайтыс болардың алдында өсиет айтып кеткен екен. Міне қытайлар, яғни біз өзіміздің кітабымызда алдыңғыда жазғандай қағазды ойлап тапқандықтан, бұлар біздің көшпенді тайпаларды, әсіресе біздің Қыпшақ әулетінің тайпаларын бәрін бақылап, барлап отырған. Соны қағаз бетіне түсіріп отырған. Сондықтан кейбіреулердің әгі Қытай деректеріне, орыс деректеріне жалтақтау деген ол жай атылған жындының айтқан әңгімесі. Ол мына Қытайдың бұрмалаулары Абылай ханның заманында болған. Яғни Абылай ханның бір хаты бар екен дейді. Ол да менде бар. Біз надан халықпыз, жазу сызу білмейміз, біз сіздерге құл болдық деген хаты жария етілген, орыстардың материалында Қытайларға жазыпты деп. Бірақ та Иманғазы Нұрахметұлы сияқты ғалымдар, Қытайда жаңағы коммунистік партия қызмет еткендер, олар мына Мұхтархан Оразбайлар да сол коммунистік партияда қызмет еткен, олардың айтуынша бұл фальсификация. Яғни барлық фальсификация Абылай ханның жоңғарлардың тұсында болған. Өйткені тарих ғылымының докторы Сұлтан Тәукеұлы Моңғолияда Уақ ағамыз айтқандай, мына орыстың елшісі Байков Қытайдың императорына барғанда, Қытайдың императоры айтқан екен: мына қазақ пен қалмақ біріксе, ертең Шыңғыс ханның заманын аңсайды. Сондықтан қалмаққа біз қарап қалайық, қазаққа бір қарап қалайық, екеуінің біреуін құртып жіберейік деп келіскен екен. Яғни Ақтабан шұбырының түбінде осы екі мемлекеттің өзара келісуі жатыр. Ал енді сол орыстардың дерегінде мына Қашқа деген елшіні шақырып алады, жоңғарлардың орыстарға бағындық деп Әбілқайыр жаңағы орыстарға барып қол қойғанда, барлық старшындар қол қойып орысқа бодандығына ендік деп жатқан кезде, мына Тархан Жәнібек ұйымдастырып, орыс генерал-губернаторы келіп, ортада өзінің киіз үйі, мына жақта қазақтың киіз үйі, мына жақта қалмақтың киіз үйі. Сонда қазақты бір шақыртып алып, қалмақты Қашқа деген елшісін шақыртып сұрағанда, Қашқа айтқан екен: бұл қазақтар біз жоғарғы Қытаймен соғысып жатқанда арт жағымыздан ең қалған ауылдарды шапты. Сондықтан біз жоғарғы Қытаймен татуласып, әскерімізді қазақтарға жөнелттік дейді. Енді ол кім шапты, іргеде тұрды, іле аймағы болды, ол үйсіндер, ұлы жүздің шапқаны, оны біз білеміз. Сондықтан Жамбыл атамыз кезінде айтқан: Қабанбайдан бұрын Қарасай қалмаққа найза сілтеген деп. Міне солардың кесірінен Ақтабан шұбырынды болды. Олар келіп ұлы жүздің жерін жаулап алды. Кейбіреулер 10 жыл боданда болған дейді, кейбіреулер 20 жыл боданда болған дейді. Төле бидің өзі қалмаққа қызмет етіп, қалмақтың биі болған, оның бәріміз білеміз. Міне Ақтабан шұбырынды, ол бірақ себеп емес, повод и причина дейді ғой жаңағы. Себебі басқада болды. Бұл жай ғана салдар қып, жаңағы бір осындай жағдайды пайдаланып ап шабуыл жасаған болған. Сол соғыстардың өзінде Қабанбай бастаған наймандар үлкен ерлік көрсеткен білесіздер. Енді біраз тақырыптан ауытып кеткен сияқтымыз. Енді мынаны айтайық. Жалпы енді біз зерттеулерімізде мына Қытайдан алған деректерден байқалуынша, Қияттан басқа, Ақсүйек әулеттен басқа 7 қаған әулеті болған. Бұл 7 қаған әулеті Қияттан бұрын болса керек, және де бұл әулеттің тағынан Аллах тағала киесін алып тастады, тақтың иесі жоқ. Олай болуының себебі, бұлар кезінде мына Қытаймен бірігіп Ирадж деген Иранның билеушісін өлтіріп тастағандықтан болса керек. Бірақ 7 қаған әулеті болған. Ол қазақтың 7 қағаны деген Бидай қағанға қатысты жаңағы Қырғыз Жүсіп Мамайдың жыры бар. Оның жаңағы мазмұнын бәріміз жақсы білеміз. Ал енді осы 7 қаған әулетін үлкен тарихшылардың бәрі біледі. Мына Тоныкөк сол 7 қаған әулетінен болса керек. Тоныкөк және оның ұрпағы Тататоңғы. Сондықтан Тоныкөк жөнінде жойып жазғанда Ашиде әулеті дейді. Ашина деген түрік жаңағы әулеті, Қытайдан келген, Қытай мен ұйғырдың жаңағы буданы. Ал Ашиде деген әулет бар екен. Болған ол это, сонда жойып жазады, это
клан, род одного забытого қағаны дейді. Кай Оседен деген болған, Оседенім сол Ашиде болса керек деп отырмыз, таңбасын бәрін білеміз. Бұл жалпы әз жеті деген сөз болса керек, қасиетті жеті деген сөз, сол жеті қаған әулеті болса керек. Сондықтан мына Шыңғысхан қараптан қарап Шекербану апайымыз жазғандай, қалай ол ханның басын хан алу керек, неге бұл жаңағы қара алған халық не деген сұрақтың жауабы ретінде Шыңғысхан өзін сол әз жеті әулеттің жаңағы сол әз жеті әулеттен жеті қаған әулетінен шыққанмын деп халықты көндірген болса керек. Және де мына әз жеті әулеттен Керейдің ханы шыққан. Сондықтан Рашид әбден Керей туралы айтқанда бір қағанның жеті ұлынан Керей тараған дейді. Бірақ күллі Керей ол қағанның жеті ұлынан тарамаған. Ол қаған әулетінен Керейдің хандары ғана тараған. Мысалы Найман шал дейміз ғой, Найман шалдың күллі Найман шалдың балалары емес. Наймандардың үш түрлі ДНК белгісі бар. Яғни бұлар бір атаның баласы емес, ал Найман шалдың тікелей ұрпақтары бар. Олар сол Найман хандары болады. Сол сияқты жаңағы Керейдің күллі атасы жаңағы жеті қаған әулеті емес, тек қана Керейдің ханның әулеті. Сондықтан да біз білетіндей жаңағы аламандық қаттанып өзін хан атаймын дегенде Шыңғысхан батаны Керейдің 10 ханынан алған. Енді сіздер білесіздер, Мұхтар Мағауин жаңағы өзінше жаңағы Шыңғысхан туралы жазып, мына кітапта Қаржабай Сартқожаұлы жаңағы көркем тілмен мына журналда жаңағы Шыңғысхан журналында ең бірінші бетінде соғысының мақаласы келген екен. Міне Қаржабай Сартқожаұлының бұл да жаңа көркем тілмен жай ғана белгілі деректерді көркемдеп жазып, әдебиетшілер ғой бұлар. Өздерінше біз Шыңғысхан туралы еңбек жазып, кереметті еңбек жазған жоқ ол. Тек қана Мұхтар Мағауиннің тапқан деректерінен біз көп нәрсеге көзіміз жетіп отырмыз. Яғни Тоғас деген атаудың бастапқы нұсқасы тоқ ас. Ол тоқ деп тасты айтады, қағбада тұрған. Ас деп Құдай, сонда Құдайдың тасы деген сөз. Және де башқұрт дегенді боз құрт, көкбөріге теңеп жаңа қиялдан айтылған әңгіме. Бірақ мына Мұхтар Мағауин ағамыз Басгард деген жаңағы атаудан башқұрт пайда болған дейді. Яғни Басгард деген бас қала, ол да Ергенекоңның атауы болады. Сондықтан алдында біз айтқанымыздай башқұрттар Ергенекоң оқиғасы жөнінде көп біледі. Олар еріген күн дейді екен. Ергенекоңды өте дұрыс айтады. Яғни анау менің орыс тіліндегі лекциямда айтылады ғой, жаңағы ең алғашқы сол жерден шыққандар мына наурыз айында шыққан. Яғни мұз дәуірінің қары мен мұзы еріген кезде деп. Және де олар пәуескені осы күнге дейін қаңғы дейді екен. Сондықтан қаңғы дегеніміз, қаңлы дегеніміздің жаңағы мағынасы арбалы деген сөз деп отырмыз. Орыстың деректерінде ол жөнінде қаңлы туралы айтылады. Ал енді біздің өзінше тарихшыларымыз доктор атағындағы Мәмбет Қойгелдің бар, марқұм Зардыхан Қинаятұлы бар. Бұларын келіп жаңа қаңлы деген сөз, канал деген сөзден болған дейме, тағы бір нәрседен болған дейме. Олар енді не шежірені білмеген, не орыстың деректерін білмеген, не Қытайдың деректерін білмеген, сол баяғы Совет мектебін бітірген тарихшылар солай адасып жүр. Қаңлы дегеніміз арбалы деген сөз. Енді айтайық, енді сол жеті қаған әулетінен шығуы мүмкін, бірақ та біз қазір Шыңғысхан туралы кітабымыз баспаға дайын тұр. Тек қана демеушілермен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Бұл бір басқа мәселе. Енді мына Найман шал туралы маған көптеген жаңағы сұрақтар қойылып жатыр. Ол кітап қашан басылып шығады деп. Иә? Бұл енді өте күрделі жұмыс, өте күрделі зерттеу. Ертең ол күллі әлемнің ғалымдары қарайды десе болады. Қазір маған назар аударып отырған мына Ресей жазушылар одағының Қазақстандағы өкілі кеше ғана менің бір кітабымды алып кетті. Қайрат Зарықпан деген шығыс Қазақстаннан бір ғалым шығыпты, соның жазғандарын зерттеу керек, бізге білу керек деп, жаңағы кеше ғана сол кітабымды сол Ресейдің жазушылар одағының өкіліне беріп жібердік. Оған дейін жаңағы Ресей ғылым академиясының этнология институтының Артем Сивашков деген аспирант келді, бір емес екі келіп кетті. Олардың бәрі қазір мына менің Велесова книга жөнінде орыс тілінде сөйлегенімнен кейін бұлар енді өздерінің жаңағы зерттемекші.
менің айтқандарымды зерттеп, артығын артық деп, тыртығын тыртық деп айтпақшы, енді көре жатармыз. Қай жерінде артық дейді, қай жерінде тыртық дейді, оны біз көре жатармыз. Сондықтан Найман Шал кітабы бүгін ертең бітетін емес. Біраз деректер жинап отырмыз. Бір тек қана мысал келтірейік. Міне, Найман хандығы деп кезінде қоғам қайраткері, ғалым, доктор атағы бар, тарих ғылым кандидаты, философ ғылым доктор атағы бар Ағынайман Совет Қазақ Ақатай ағамыздың Найман хандығы атты кітабын жинақтап баспаға берген. Осы Шекербану Рахметолда қызы болады. Соның қасында жүрген, азат қозғалысында жүрген бұл кісілер билікке таласқан десе болады кезінде Назарбаевпен. Міне соғысының зерттеулерінен енді келесі бір мәселені айта кетейін. Поп Иоанн деген кім дейді? Яғни кезінде пресвитер Иоанн деген Европа корольдықтарына хат жазып, өзі туралы айтқан екен. Сол жөнінде ол хаттың нақты түпнұсқасы жоқ. Анау естіген, мынау оқыған дегендермен ғана зерттеулер жүргізілген. Сонда солардың бәрін оқыған Совет Қазақ Ақатай ағамыз былай дейді. Жаны жәннатта болғыр Марко Полоның бұл өмірден поп Иоаннды керейдің ұлы ханы деп оқып өткені мәлім. Таян ханның ұлы Найман күшлік Иоанн падишаның ұлы атанды. Ал күн сипатты Шыңғысхан Иоанның ұрпағы саналды. Осылайша күшлік ханның Хорезм шақтан әскери саяси тұрғыда басым түскен табысын тарихшы Жак де Витри Иоанның ұлы Дәуіт патшаға танады. Онда Нестариан патриархымен келісімге орай араб халифасының шақтарының шахын, яғни Мұхаммед Хорезм шақты айтып отыр, жеңіп Мұхаммедтен Сырдария сыртындағы байтақ өлкені тартып алған. Дәуіт патшаға елшілер жібергені айтылған. Халифа елшілерінің табандылығының арқасында Дәуіт патша мен Хорезм шах арасында соғыс басталып, Мұхаммед өз иелігіне шегінуге мәжбүр болды. Бартольдтың топшылауынша Дәуіт күшліктің христиандық есімі болса керек. Алайда деректер Дәуіт күшлікті Шыңғысханмен де жиі шатастырады деп Шыңғысханның айналасында жүргенін көріп отырмыз. Бұл мәселенің күшлік ханның айналасында жүріп отырғанын көреміз. Бірақ осы хатты жазғаның дәлелін біз сол хаттың мазмұнының жаңағы көшірмелерінен біз Найман ханы Таян хан ұйымдастырған деп айта аламыз. Оның дәлелі кейінгі біздің табылған деректерінің негізімен дәлелденеді. Мына жерде яғни біз бір үлкен мемлекетте тұрамыз. Ол жерде мына где течет молоко и мед деп айтылады. Яғни сүт пен бал ағып жатқан жер дейді. Ол енді барлық деректерде, тіпті мына Библияда, тіпті мына Велесова книгада где течет молоко и мед дегеніміз тек қана ферғана аңғары болады. Алдында айттық, бұл аңғардың кезінде Найман деген атауы болған. Міне сол пароль ретінде сол где течет молоко и мед деген сөз бар. Және де бұл жерде жаңағы ортасынан бір өзен ағады дейді. Соның кейбір ғалымдар зерттегенде известно, что через рай текут 4 реки дейді. Где расположен рай на земле дейді. Ган Эдем деген жер бетінде бар деп еврейлер айтады. Ол кейін оны Машайық табады деген. Ган дегеніміз қан, кеңістік деген, Эдем дегеніміз әдем екеніміз айттық. Және де сол пресвитер Иоаннға амазонкалар бағынған дейді. Біз мына өзіміздің Үшқиян земля обетованная атты кітабымызде амазонкалардың осы жерден шыққанын және 40 қыз дегендеріміз амазонка екенін айтқан едік. Бірақ біз амазонка мен 40 қыздар арнайы тоқтаған жоқпыз. Оған уақыты болғанда амазонкалардың 40 қыздың тарихын, солардан қырғыздың тараған тарихын түгел айтып беретін боламыз. Және де олар ол жерде біздің елден шығар жерде песчаное море бар дейді. Ол Мырза шөл. Ол бұрын о жерде расында да Ямсуф деген не болған жаңағы шыға берісінде Ямсуф деген жаңағы теңіз болған. Ол теңізіміз міне көрініп тұр, міне. Көрдіңіз бе? Шыға берісінде кейін ол құмға айланып кеткен болса керек. Қытайлардың дерегінде Суяб деген жерге барғанда, Суяб деген сол ферғана аңғарының бір атауларының бірі болады. Кейін қалаға берілген. Сонда біз де бір тастақ құмдауыт жермен өтіп, екі сайдың арасынан, екі жартастың арасынан өттік. Сол жерде айдаһарлар жүреді екен деген деректер бар Зуевтің көрсеткенінде. Міне песчаное море дегеніміз соның кіре берісіндегі Мырза шөл. Көрдіңіз бе? Және енді осының ең бір кереметтей дәлелдерінің бірі
Олар жазғанда айтқан екен, крест тағушылармен бірігіп Палестинаны мұсылмандардан тартып алайық деген екен. Біз алдында айтқандай Палестинадан Бәлистан, Қосайдың ұлы Бәли болуы мүмкін, не болмаса Аллахтың елшісін жаңағы жіберген ады Уәли дейтін, Уәлистан, Валистан деген сөзден Палестина пайда болсақ керек дегенбіз. Міне, Палестина неге тартып алмақшы болған? Өйткені біз Найман шалдың 69-шы ұрпағының деректерін алып отырмыз Қытайдан. Түп нұсқа, сол кітаптың түп нұсқасы Қытайда бұғатталған, оны Қазы Мұхтархан Оразбай алып шығам деп уәде етті, көре жатармыз. Бірақ оның электронды нұсқасы біздің қолымызда бар. Сол 69-шы Найман шалдың 69-шы ұрпағы айтып отыр. Біз мына солтүстік Қытай жеріне, Тарғабатай ханғайдың арасында Найман хандығы болды ғой. Сол жаққа Орта Азия арқылы Иерусалимнен келдік дейді. Ал енді история Иерусалимін оқысаңыздар, еврейлерге дейін ол жерде бір өте бұзақы, өте бір қорқынышты халық тұрған ел дейді. Сонда бір аңыз айтылады. Бір еврей жаңағы есегіме, баласымен, немересімен мінгесіп келе жатқанда, жолда Иерусалимге қонайық дегенде, баласы айтқанда, немересі шал айтады екен, жоқ, мына жерде бір қорқынышты халық тұрады, біз басқа Иорданға барамыз деп басқа қалаға кетіп қалғаны айтылады. Енді оның мысалы дәлелдерін алдында біз талай айттық, енді қайталап кетейік. Найман мемлекетіне қатысты айтып отырған, міне қараңыздар. Сол Иерусалимде Асманай, Асмени, Хасманей дейді. Міне таңбасын көрдіңіздер, иә? Найманның таңбасына ұқсайды, қазір Найманның таңбасы деп жүргеніміз. Бірақ бұл мынау ұрық, мынау енді Вселенский матерь деп Блаватский айтады, арғы ана қонысы дейді. Бұл да Ферғана аңғарының символы. Яғни Наймандардың бүйтіп жүрген таңбасы, ацтектердің осындай таңбасы, Спарталықтың қалқанындағы бұндай таңба, талай жерде айтып қаламыз да, бұл Ферғана аңғарының символы болады. Көрдіңіздер? Ал мынау екеуі жаңағы мүйіз сырнай, өкіреш деген сөз осыдан пайда болған. Яғни өкіреш деген ешқандай тарихи тұлға болған емес, ол бар болғаны Найман шалдың лақап аты болады. Көрдіңіздер ме? Міне сол жерде тағылған монетада міне 9 таңбалы Найманның белгісі. Яғни 8, ортасынша билеуші әулет 9. Қырғыздың ғалымы Табылды Әкеровтың айтуынша 9 таңбалы Найманның билеуші әулетінің таңбасы шөміш болған дейді. Ол шөміш емес, ноқта таңба, оны айтамыз. Ол ас деп аталған дейді. Ас Найман деген Қарақалпақта қалды, және Қырымда Ас Найман деген жер бар екені белгілі. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан бұлар неге Палестинаны алып алайық деп айтқан. Яғни бұл сол жақтан келіп, қайтадан сол жақты жаулауды армандаған. Кейін осы арманды Шыңғысхан білген болса керек. Кейін мына Кетбұқа келіп жаңағы Шыңғысханмен келіссөз жүргізіп, Күшлік хан өлгеннен қаза болғаннан кейін Шыңғысханға қосылған кезде ол аталық жырау жаңағы Хулағу мен кімді тәрбиелейді жаңағы Кетбұқа, Құбылай мен Құлағуды тәрбиелейді. Құбақұл деген сөз дейді, Құлағу деген. Кейін барып жаңағы Шыңғысхан бұны сол өзінің Израиліне, Палестина жағына жібереді. Сондықтан Кетбұқаның 10 жыл Израилдің ханы болды дегені, оның түбінде үлкен тарих жатыр. Көрдіңіз бе? Ол бекерден бекер барып, ол Найман анау солтүстік Қытай жерінен, Тарғабатай ханғай жерінен барып, анау Израильге барып хан болып жүргеннің түбінде үлкен тарих жатыр. Бірақ ол зерттеуді талап етеді. Өйткені біздің жазған кітабымызды ғылыми академик орта міндетті түрде шұқылап отырып жаңағы тексеретін болады. Біз ғылыми ортаға жазып отырмыз. Сондықтан ол оңай оспақ іс емес Найманның тарихын жазу мемлекеттің. Көрдіңіздер ме? Енді таңбаға керек. Міне Найманның таңбасы міне. Бұл енді ортасында міне ойығы бар. Құрық екені не боласа, ноқта, сиырдың басына тағатын, бұқаның басына да бас ноқта екені білініп тұр. Ноқта таңба. Теріс таңбалы ноқта қасы жолына ешкімнің де жоқ таласы дейді. Бұл теріс таңбалының таңбасы болып саналады. Ал енді ол қиялмен шоқпар, қиялмен жаңағы шөміш деген ол жай айта салған әңгіме. Мысалы, әр нәрсенің өзінің
негізі болу керек. Миф без материального основания это просто слова. Мысалы міне, таңбалы таста қараңыздар, көк тәңірінің суреті, міне, көк көріпсіздер, Енді бұлай ұстасаң, бұл Найманның таңбасына келеді ғой. Онда көк тәңірінің таңбасы деп неге айта салмаймыз? Бірақ Пакистанда табылған Юджи Кушан, яғни Адай Қосай патшалығының деректерінде, міне, қараңыздар, ноқта. Міне қолында тұр. Вот это, видать, смотри, вот это. Көрдіңіздер ме? Артында бұқа тұр. Бұл бұқаның ноқтасы. Көрдіңіздер ме? Ешқандай да шөміш емес, ешқандай да шоқпар емес. Бұл мұқаның ноқтасы. Ал енді мынау наймандардың шығарып жүрген 10 найман, 12 найман деп. Мына таңба, қазір Мұхтархан Оразбай мәмбеттердің таңбасы деп отыр. Мәмбеттердің таңбасы болу әбден мүмкін. Өйткені Тоқтар Қожа сол Кентіп Тартыптан келген, кейін Кентіп Тартыпқа кетіп қалған деп айтылады. Сондықтан Кентіп Тартыптың бір белгісін Тоқтар Қожа алған. Ал енді Тоғастардың таңбасы жаңағы қыпшақтық сияқты, оны 11 дейді. Ол Кентіп Тартыптың аңыздағы қосылып, айырылып тұрған жартастардың символы болады. Оны біз талай жерде айттық. Енді сол Ергенекон оқиғасы, міне қазақ тіпті анам алысқа барып келе жоқ, қазақ ұлттық энциклопедиясында кейінгі шыққан мына түрік нұсқасы Ергенекон оқиғасын сонда былай деп жазылады. Анау енді қашып қолға түсіп болады, Қаян мен Тоғыз. Бірақ Қиян мен Нүкіз демейді, Қаян мен Тоғыз дейді. Тоғыз дегенің Тоғас да болуы мүмкін, Тоғыз да болуы мүмкін. Қаян мен Тоғыз әйелдерімен бірге тұтқыннан қашып шығып, өздерінің баяғы ескі жұртына келеді. Олар мұнда жайылып жүрген 4 түлік малды көреді де, әрқайсысын бір-бір жұптан ғана алып, алыс жолға аттанады. Бір-бір жұптан ғана алып. Каждый твари папари деп, жаңағы Библиядағы дерекке меңзес мына жерде айтылып тұр. Қаян мен Тоғыздың ендігі арманы артынан келген жау іздеп таба алмайтын, шөбі шүйгін жайылымы бар, жанға жайлы жер үйік мекен табу еді. Бұлар талай күндер, айлар, жылдар бойы сарылып жер кезеді. Ешбір жер ұнамайды. Бірі шөпсіз, бірі сусыз, бірі күнсіз болып шыға береді. Ақыры айналасын аса биік көгілдір таулар қоршаған, сарқырап ағып жатқан аса өзендері бар жерге тап болады. Сол үлкен дарияның бір жағы жеміс ағаштары жайқалап тұрған бау бақша, екінші жағы шүйгін шөбінен түйе көрінбейтін кең жазира жайлау екен. Бұл жұмақ тектес жерде Ергенекон деп атапты дейді. Көріп отырғаныңыздай, бұлар Алтайдан кеткенде айлап, жылдап жүрген. Сонда ана Ергенеконды Алтайдан тек қана жындылар, не шежірені білмейтін, не мифологияны білмейтін надандар жаңағы. Атақ үшін, даңқ үшін өтірікті айтып жаңағы жазып жүргендер ғана біріншіден. Екіншіден сол наймандардан Қайрат Закарьянов ағамыз менен бұрын айтқан. Ергенекон находится Маврен нахре деп. Бірақ Тоқетердің нақты жерін айта алмаған, бірақ екі өзен аралық сол Ферғана аңғары жақты Қайрат Закарьянов ағамыз маған дейін айтып кеткен. Сонан кейін бұл жерде жаңағы Бөртешененің сол жерден шығар кездегі халықтың алдындағы айтқан сөзі бар. Біздің ғалымдардың айтуынша мына жылда Назарбаевтың, Тоқаевтың жылда халыққа арнаған арнау осы Бөртешененің заманынан бастау алады дейді. Енді міне Ергенекон Ферғана аңғары болғанда Шыңғысхан ешқандай да Моңғол емес, халқа Моңғол емес. Моңғол деген екеу болған, халқа Моңғол және қамақ Моңғол. Қамақ Моңғол деген сол Ергенеконға қамалып болған моңғолдар, олар біздің аталарымыз қазақтар болады. Оны біз талай жерде айттық, кітабымызды жаздық. Оған енді тоқтап жатпайық. Велесова кітабының енді біз қазақша нұсқасын біз бұйыртса айтып кетерміз, құрметті ағайын. Енді сіздер ұқтыңыздар деп. Енді мынаны айтайық. Осы күнге дейін 8-9 мәйм деп жаңағы Моңғолдың сөзі, Қарақытайдың сөзі, Қалмақтың сөзі ешқандай да 8 тайпа болмаған найман. 9 таңбалы найман деген атағымыз бар. Міне Қытай деректерінен видно вот это, да? Міне қараңыздар, Қытай деректерінен 9 тайпадан тұрған 12 бірлестік болған екен сол заманда. Соның ішінен біз найманды тауып отырмыз. Атауларын да білеміз. Сол атаулардың бірінде Сыбан, біреуінде
Садыр аталады. Ал енді Төлегөтайдың баласы Садыр дегеніміз, Байыстың ұлы Сыбан деген бұл тек қана шежірелік лақап болады. Сондықтан тағы да қайталайық, Серікбол Қондыбайдың сөзін, шежіре дегеніміз далбаса, оны күнделікті өмірде қолданып жүргендер артта қалғандар дейді. Ол шежіреден жаңағы нақтылық жоқ, бірақ кейбір деректер тарихи деректермен сәйкес келіп жатады. Құрметті ағайын, сонымен қоса қазір таңбалар жөнінде айтатын боламыз. Өйткені таңбалар жөнінде қазір біреулер қалам тартып жүр екен. Мына Радик Темірғалиев деген жаңағы орыс тілді біреу история казахских таңгов дейді ме, сондай бір таңбаларға қатысты бір демесін жазған екен. Оның не жазғанын біліп отырмыз. Сондықтан құрметті ағайын, келесі лекциямыз біздің орыс тілінде болады. Сол фейк историктар, Жақсылық Сәбитің бар, Майя Бекбаеваң бар, Арманжан Байтасов бастаған топ, жаңағы Радик Темірғалиевің бар. Өзінше біз қазақтың тарихи қоғамын құрдық, қазақтың тарихын айтамыз деп, ал жазғандарын оқысын, Алаш деген Қалмақтың сөзі екен, 8-9 деген Қалмақтың сөзі екен. Бұлар жаңа мүлде еш нәрсе білмейді. Мен Алматыда болған Арманжан Байтасовқа көмекшілерім талай хабарласты, кездесейік деп, бірақ жауап қатқан жоқ. Өйткені олар менің кім екенімді біледі. Менімен тіпті кездесуге олар жүректері дауаламайды. Өйткені олар біз айтып жүрген тарихты білмейді, олар шежірені білмейді. Оны қойып, олар өздерінің ана тілін білмейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан солар жөнінде айтатын боламыз, құрметті ағайын. Міне осымен бүгінгі лекциямыз тәмам болды. Найманның тарих өте үлкен тарих. Найман деген өте мықты мемлекет болған. Сондықтан бұның, мен ойлаймын, тіпті орыстар осы Найманды айттырмау үшін көп әрекет жасап бұрмалаған. Және де мен осы Фейсбукте бір публикация жазған едім. Қазақ деген атау сол Наймандардың құрамында ол. Қазғақ деген сөз. Қазғақ деген еркін тұрған баланы қазғаз дейміз ғой. Қазғақ деген еркін, өзімен өзі жүрген деген сөз. Қазғақ. Көрдіңіздер ме? Кейін ға әрпі тұсқап қазақ болып кету әбден мүмкін. Оны Алаш тарихи зерттеу орталығының ғалымдар айтады. Мен біреудің еңбегін иеленіп кетпеймін, мен үнемі сілтеме жасап отырмын, білесіз. Бірақ наймандардың сол қазғақ деген сөз наймандардың құлпытасында, білге қағанның құлпытасында айтылған. Еліңіз үшін қазғанып дейді. Яғни еліңіз үшін бостандыққа ұмтылып деген сол жерде сөз бар. Яғни Найман деген қазақ, қазақ деген сол Найманның атауы болу әбден мүмкін. Бірақ та қазақ деген атау жалпы мына Мұхаммед пайғамбардың заманында болған Хузақ деген, мен ойлаймын сол Авестада қазақ аталған Фердаусидің еңбегінде де қазақ сөзі болған дейді. Енді оны тоқетерін сол кітаптан біліп оқи жатарсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Қайрат Зарыпхан.